Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айгерім. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын өте қарапайым, бар жоғы 10-15 минут уақытыңыз кететін таңғы астың жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, тұз, сүт, қара бұрыш және қызанақ, үкіштен өткізілген сыр қажет болады. Дайындап алған затымыздың барлығын бір-біріне қосып, кейін жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң қызып тұрған табаға майды жағып, жаңа қоспамызды құйып, оттың астына жай қойып, бетін жауып қоямыз. 10 минут уақыт өткеннен соң бетіне жаңағы туралған қызанақты салып шығамыз. Кейіннен үкіштен өткізілген сырды салып, екінші бетін аударамыз. Осылай қойып қоямыз. Тағы да бетін 2-3 минутқа жауып қоямыз. Таңғы ас дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте қолжетімді заттардан жасалады және көп уақытты да алмайды. Егер де жасап жатсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын.